Буллинг деген не? Қалай түсінесіз? Буллинг деген зорлық. Оның зорлық екенін қалай білеміз? Оның зорлық екенін білу, ол буллинг жасалғаннан кейін адамның құлдыратуына алып келеді. Яғни ең ақырғысы суицидке, ең жеңіл түрінде адамның депрессияға алып келетін формалары байқалады. Қазіргі таңда адамдар арасында жиі кездеседі. Ой, ондайды бізде кешті, өтті, оған қиналатын не бар деген сияқты адамдар бұған немқұрайды или сөйлемді қабылдамай жатады. Осындайға сіз қандай кеңес берер едіңіз? Әркім өз дене жарақатын өз деңгейінде айтып отырады, сол себептен бұған мән бермеу ол өте үлкен қателік болып саналады. Балалардың арасында буллингтің ауыр түрінде ол баланың суретке түсіп, балағаттарының барлығын жазып, видео бойынша әлемге таратып жіберу, немесе қыз балалардың беткі суретін алып, жалаңаш денесі бар форманы келтіріп, сондай қысым жасау, бір сөзбен құлдырату. Ал жаңағы қарапайым мектепте мұғалімнің сыныптан шығаруы, немесе оқушыларының бір-біріне қысым жасап, заттарын лақтырып тастау, оның жеңіл түрі болуы мүмкін емес. Ол қандай болса да ол ауыр, ол жара болып тұр. Ол басына өтпеген адам басқа біреудің қандай күй кешкенін түсіне алмайды. Иә, онымен толық келісуге болады. Себебі ол бір жағынан басынан кешу міндетті емес, бір жағынан адам ретінде қарап, өзінің сондай деңгейде болса, сол биде болса, сондай отбасында өмір сүріп жатса, өзін қалай сезінер еді деген ойдың өзі адамның мұндай пиғылға баруына шамалы болса да арылтатын фактордың бірі болып табылады. Жалпы енді буллинг деген қарым-қатынас арасында жарақат болып саналады ғой, ол мектепте де кездеседі, сонымен қатар балабақшада да кездеседі, мектепте де кездеседі, жұмыста да кездеседі. Енді бұны бір тәрбиеден кетіп жатыр ма, сондай дәрежеге жететін, сондай бір адамның жанына сондай бір жарақат салатындай, бір мазақтап қысым көрсететіндей жағдайға ондай адамдарда не ықпал етті? Сіздің психолог ретінде біздің оқырмандарға бөлісеріңіз бен жеткізсеңіз? Оған әсер ететін екі фактор болады. Қалай айтса да, қысым жасайтын адамдардың психикасын тексерген уақытта олар көбіне өздері отбасына қысым алып жатады. Сол себептен мектепте немесе ортаға барғанда мектепте екі позицияны алады. Я болмаса мен ол қысымды көрсетемін басқа адамға, я болмаса мен ол қысымды аламын деген. Егер мен ол қысымды алатын болса, мен үйден де қысым аламын, мектептен де қысым аламын, мұғалімнен де қысым аламын, достарыма да қажет емеспін. Сол себептен жаңағы суицидалды ойға итермелейді. Ал егер үйден қысым алып мектепке шықса, мен үйдегі алған қысымымды мектепке шығару арқылы өзімнің жаныма шамалы болса да тыныштық таптатам деген ой балаларда болады. Рахмет. Қазіргі таңда енді осыны алдын алу керек болып жатыр. Бұған расымен де серьезно көңіл бөлу керек, бұнымен жұмыстану керек, және жаңағы айтып жатқандағыдай немқұрайлы қарай салуға болмайды. Әрине, жан-жара бәрібір ізін қалдырады. Сонымен қатар қосып кететін жан жарақатын алған адамдар міндетті түрде түпкі саналы тұрғыда, өздеріне бейсан тұрғыда басқа біреуге де жарақат салу қаупі бар. Ал біз елімізде бала отбасы да дамып, бала өсіріп отырған адам болғандықтан болашағымызды ойлайық деп айтқым келеді. Келісемін.